Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біз дүниетану сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы Қазақстанда жасалған оқу мақсаттары, тауар, ақша қатынасының қарапайым түрлерін түсіндіру, тұтыну заттарына деген өз қажеттіліктерінің құрылымын, олардың қайдан келетінін анықтау. Осы сабақта отандық тағам түрлерімен танысамыз және сол тағамдарды өндіретін адамдардың еңбегін түсінеміз. Оқулықтарыңыздан 76-77 беттер. Сабағымызды саяхат түрінде өткіземіз. Ол үшін мен сіздерге бірнеше сұрақтар қоямын. Қазақстанда өндірілетін қандай тағам түрлерін білесің? Оларды кім өндіреді? Қандай елді мекенде, қандай қалаларда тағам өнімдерін шығаратын кәсіпорындар бар? Мінекей балалар, осы сұрақты сіздерге қоя отырып, бірге жауап іздейтін боламыз. Сабағымыз виртуалды саяхат негізінде өтеді. Іске сәт бәріңізге. Саяхатымызды еліміздегі үлкен сауда орталығынан бастаймыз. Өздеріңіз көріп отырғандай үлкен сауда орындарынан көптеген тауар түрлерін көруге болады. Сатылымда тұрған тауарларға жақындап көрелікші. Қандай тауарларды көріп отырсыздар? Әрине, айран, қалыпқа салынған ет, ірімшік, шай, сұйық май, макарон түрлері. Бұл тауарларды қайдан алады? Неден жасайды деп ойлайсыздар? Әрине, мал шаруашылық өнімдері мен өсімдік шаруашылық өнімдерінен жасайды екен. Енді осы тауарлардың зат таңбасын қарайықшы. Көргендеріңіздей KZ деген таңба бар. Бұл тауарлар отандық кәсіпорындардың өндіріп отырған тауарлары екен. Қазақстанның тамақ өнеркәсібі 1000-ға жуық тағам өнімдерін шығаратын көптеген салаларға бөлінеді. Еліміз ет, сүт, жарма, нан өнімдерінің сапасы мен бағасы бойынша әлемдік бәсекеге түсе алады. Балалар, саяхатымызды оқулықтағы суретпен жалғастырып көрейікші. Суретке назар сал, ойланып көр. Ақшаға сатып алынатын заттар дата. Олар сенің үйіңе қайдан келеді? Нені тегін алуға болады? Жарайсыздар, дәл таптыңыздар. Ақша деген не? Оны қайда жұмсаймыз? Оны білу үшін Білім.ленд KZ электронды ресурстар кешеніне барайық. Адамдарға күнделікті өмірде әртүрлі заттар керек. Олардың бірқатарын дүкендерден, дәріханалардан және сауда үйлерінен сатып аламыз. Сатып алу – ол өз ақшаңды дүкендегі заттарға айырбастап алу. Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңге, ақша қағаз және металл болады. Қағаз ақшаларды купюралар, ал металл ақшаны монеталар деп атайды. Саяхатымызды өз ас үйімізден жалғастырып көрейік. Өндіріс кез келген пайдаланатын заттарды жасап шығаратын орын, ал құрам бір бүтін нәрсенің бөлшектері. Бұл сөздердің мағынасын білу үшін бейне жазба бойынша сіздерге түсіндіріп көрейін. Анаң саған тәтті бәліш дайындады делік. Тәтті бәлішті жасау үшін оған нелер қосады? Бірінші, жақсылап жуылған лимонды алып, үккіштен өткіземіз. Үккіштен өткізген лимонды үлкен ыдысқа саламыз. Арнайы дайындап қойған жұмыртқамызды жарып саламыз.
бірінші жұмыртқаны салдық, екінші жұмыртқаны салдық. Әрине, енді ұнды аламыз. Ұнды керегінше қосамыз. Арнайы біркелкі араластыратын құралдарды пайдалану арқылы барлық қосқан қоспамызды біркелкі етіп айналдырамыз. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырған қоспамызды арнайы қалыптарға құямыз. Ол үшін қалыпты бірдей қылып тегіс жерге мұқият орналастырамыз. Дайындаған қоспамызды қалыптарға біркелкі етіп құйып шығамыз. Қалыпқа құйылған шикі өнімді ыстық пешке салып, уақытын қойып пісіреміз. Піскен өнімізді алып, суытып қоямыз. Өніміміз дайын. Шикі өнімнен шикізат көздерінен дайындалған дайын өнім пайда болды. Мінекей балалар, кез келген өнеркәсіпте шикізаттан осындай етіп дайын өнімді өндіреді екен. Біздің де ас үйіміз шағын өнеркәсіп десе де болады. Аналарыңыз сіздер үшін барлық жағдайды жасап, шикізаттан дайын өнім дайындайды. Енді саяхатымызды еліміздің аймақтарына жасап көрерік. Ол үшін сіздерге карта қажет болады. Оқулықтағы картаға зер салыңыздар. Солтүстік, оңтүстік, шығыс, батыс атаулары бойынша зерттеу саяхатын жасайық. Солтүстік Қазақстанда не өндіріледі? Дұрыс, бұнда өсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығы өте жақсы дамыған. Ал оңтүстік Қазақстанда не өндіріледі? Дұрыс, бұнда бау-бақша шаруашылығы өте жақсы дамыған. Соның ішінде таңғажайып апорт алмасы. Апорт бұл алманың бірегей сұрыбы. Ол халықаралық көрмелерде жоғарғы марапатқа ие болды. Апорт Алматы қаласының нағыз символына айналды. Енді еліміздің шығыс бөлігіне қарайық. Шығыс бөлігінде не өндіріледі екен? Қандай шаруашылық бар екен? Дұрыс, бұнда ара шаруашылығы өте жақсы дамыған. Ал еліміздің батыс бөлігінде қандай шаруашылықты көріп отырсыздар? Дұрыс, бұнда балық шаруашылығы өте жақсы қарқынмен дамып келеді. Осының барлығы Қазақстанда өсіріліп, одан дайын өнім жасап, халық қажеттілігіне жұмыс жасап жатқан тамақ өнеркәсіптері. Қазақстанда жасалған отандық өнімдерге қазіргі кезде сұраныс өте көп. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, Қазақстанда жасалған виртуалды саяхаттан түсінгеніңді білдіру үшін жұмыс дәптердің 53-54 жұмыс парағына толтырамыз. 53 жұмыс парағы. Ботаға көмектес.
Бота тағам өнімдерін осылай бөлді. Қатесін тауып, түзетіп, суретті бояймыз. 54-ші жұмыс парағы. Қажетті азық-түлік пирамидасын құрастырамыз. Ол үшін төмендегі қажетті сөздерді пирамидаға орналастырамыз. Ең қажетті заттан бастап жазамыз. Орындаған жұмыс парағын мұғаліміңізге WhatsApp желісі арқылы жолдаңыз. Түсінбеген тапсырма немесе сұрағыңыз болса, мұғалімге чат арқылы жолдап, жауабын ала аласыз. Осымен Қазақстанда жасалған саяхат сабағымыз аяқталды. Оқушылар, келесі кездескенше сау болыңыздар.